Ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube каналыма келген барша достар, ағайындар, бауырлар. Мінекей біз бүгін қазақ зиялылары, қазақ ата-бабаларымыз, соның ішінде Абай Құнанбайұлы атамызды жалпы қысқада нұсқа өмір баянын оқитын боламыз. Жалпы менің каналымда бастап қайтқандай Құран кәрімнің қазақша мағынасы және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір баяны және қазақ елінің ұлы тұлғалары ата-бабаларымыздың қысқаша өмір баяндарын оқитын боламыз. Сіздер үшін маңызды ақпараттар. Сол үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лүпілшені басып, жақындарыңызға осы видеоны бөлісе кетіңіздер. Абай Құнанбайұлы, Абай Ибрахим Құнанбайұлы 1845 жылы туылып, 1904 жылы дүниеден өткен. 1845 жылы 10 тамызда Семей облысы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының Шыңғыстау бауырында дүниеге келді. Орта жүздің арғын тайпасының тобықты руынан шыққан ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Либералды көзқарасын исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңғыртуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай шығыс пен батыс мәдениетін жетік білген, бірқатар әлем ойшылдарының еңбектерімен жақсы таныс болған. Философиялық трактаттар стилінде жазылған қара сөздер тақырыбы ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси әлеуметтік салмақтылығымен құнды. Орта жүздің арғын тайпасының тобықты руынан шыққан билер әулетінен әкесі Құнанбай Өскенбайұлы өз заманындағы атақ даңқы алысқа кеткен адамдардың бірі болған. Патша үкіметі 19 ғасырдың ортасындағы бір сайлауда оны Қарқаралы ауданының аға сұлтандығына бекіткен. Шешесі Ұлжан орта жүздің арғын тайпасынан Қаракесек руының шешендікпен тапқырлығы Шешесі Ұлжан орта жүздің арғын тайпасынан Қаракесек руының шешендікпен тапқырлық, әзіл-әжуамен аты шыққан шаншарлардың қызы. Абай деп жас Ибрахимді анасы Ұлжан еркелетіп атаған. Содан бері бұл есіммен Абай тарихқа енді. Абай атамыздың нақыл сөздері. Пайда залалды айыратұғын, қуаттың аты ақыл. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстазан болады. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, киімек, харекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. 5 нәрсеге асық бол: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Жас уақытта көңіл, гүл. Жастықтың аты арындап, тас қияғы өрледің. Жастықтың оты жалындап, жас жүректен жанған шақ.
Талаптың аты арындап, ар қиянға салған шақ. Жастықта көкірек зор, уайым жоқ. Жастықта бір күлгенің мың қаралық. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Еңбек қуаныш, жалғаулық арылмас азап. Еңбексіз мал дәметкен қайыршылық. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық аздырар адам баласын. Дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық. Орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып, мал таппаған, қасиетті болмайды ондай жігіт. Әншейін құр бекерге бұлғақтаған. Адамның адамгершілігі жақсы ұстазан болады. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкірсіз ғалым тұл. Ақылмен ойлап білген сөз бойына жұқпас сырғанар. Ынталы жүрек сезген сөз бар тамырда қуалар. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Әннің тәтті оралған мән оятар. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсе оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құраны сені неге жеткізеді? Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Өзің мал таба алмасаң, балаң мал тапсын. Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Иман парыз. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Тірі адамның жүректен аяулы жері бар ма? Рахымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай, оларға да болса игі еді демек. Бұлар жүрексі, асықтықта жүрексі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Адам ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық. Жүректі жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады. Есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді. Құдайшылық жүректе, қалпыңды таза сақта. Мырзаларды мақтайын десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырзайттан көп. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдай берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып бас ұрып алған болыстық пен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Көптің аузын күзетіп күн көре алмайсың. Көптің аузын күзетіп күн көре алмайсың. Жігітті жұрт мақтаған, қыз жақтаған. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Тамаша, керемет айтып кеткен Абай атамыз. Дәстүрмен, дін мен дәстүрді сабақтастырып, Абай атамыз керемет айтып кеткен. Жалпы бұл бастамасы, сол үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Löпілшені басып, жақындарыңызбен дәл осы видеоны бөлісе кетіңіздер. Арнама келген барша достарға алғысым шексіз. Алла разы болсын. Алла істеріңізге, өмірлеріңізге береке берсін.